Балалар, бүгін біз кесінді сызуды үйренеміз және велоспорт туралы әңгімелесеміз. Қараңдар балалар, мына велосипед тебуші, велоспорт жарысына қатысқан спортшы жолда қанша уақыт болғанын анықтап көрейік. Суреттегі әрбір кесінділердің ұзындығын өлшейік сызғышымызды алып. Сосын екі кесіндіні сызып көрейік, суретке мұқият қарап, кесінділер сызып көрейік. Мынау көк кесінді мен қызыл кесіндіні өлшеп, екеуін салыстырып көріңдер. Сонда жарыс сағат 10-да басталып, 14:00-де аяқталса, демек 4 сағат жарыста болыпты спортшы. Өте жақсы. Есіңе мұқият сақтап алатын ақпарат. Ең алдымен кесінді салу үшін нүкте қоясың. Бұл кесіндінің басы болады. Оған сызғыштың нөлдік бөлігін қойып, кесіндінің ұшы болатын нүктені белгілейсің. Бұл кесіндінің соңы болады. Сызғышты екі нүктеге қойып, осы нүктелердің арасына сызық жүргізесің. Енді бұл кесінді болады. Кесіндіні қалай сызу керектігін есіңе сақтап алсаң, мына сілтеме бойынша тағы да көріп алсаң болады. Кесіндіні сызуды қалай дұрыс орындау керектігін көре аласың. Егер көріп алсаң, дәптеріңе мына кесіндіні өлшеп ал. Сосын осы кесіндіден 2 сантиметр қысқа және 2 сантиметр ұзын кесінділер сызып көр. Мына берілген кесінді егер 6 сантиметр болса, оған 2 сантиметр қоссақ 8 сантиметр болады. Демек 8 сантиметрлік кесінді сызамыз. Енді осы 6 сантиметрден 2 сантиметрге қысқа кесінді сызу үшін 6-дан 2-ні азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтса қанша қалады балалар? Сол 4 сантиметр болатын кесіндіні өзің сыза аласың ба? Сызып көр. Енді фигураларды топтастырамыз. Кесінділерді өлшейміз. Фигуралардың ішінде кесінділер бар. Ең ұзын және ең қысқа кесіндіні атап көр. Кесінділер саны 3 екен, үш бұрыштар саны 4. Дөңгелектер 3, төрт бұрыштар 4. 5 бұрыштар бар 1. Енді ең ұзын кесінді ол бізде жасыл кесінді болыпты. Оның ұзындығы неше сантиметр болатын екенін есептеп көрдің бе? Ал ең қысқасы қызыл кесінді болып тұр. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша сантиметр екенін өлшеп көрдің бе? Өте жақсы. Енді сұлба бойынша есептер құрастырайық. Алдымен үлкен велосипед 4, кішкентай велосипед 5 екенін көріп тұрмыз. Барлығы қанша велосипед бар деген сұрақ қойдым мен. Енді осы мәліметімді есептің шарты және шешуі мен жауабын былай жаздым. Ал сен қандай есеп құрастырдың? Өте жақсы. Балалар есеп құрастырған болсаңдар, серікту сәтін жасап, дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізде кесінділер берілген. Алдымен осы кесінділерді өлшейміз, сосын жазамыз. Берілген кесінділердің ұзындығынан 3 сантиметр қысқа кесінділер сызатын боламыз. Оны сен өзің орындай аласың. Дәптерге теңдеулердің түбірін табамыз. Монеталардың қажет жиынтығын қоршап алайық бірінші. 5-ке қандай санды қосса 20 шығады. Өте жақсы, сен 15 екенін біліп тұрсың, я? Ал қай саннан 50-ді азайтса 50 шығатын біліп тұрсың. Демек ол 100 теңгелік монета болу керек X-тің орнында. Енді осы теңдеуді пайдаланып, дәптерімізге 2 теңдеудің түбірін тауып көрейік. Сен теңдеу шешудің алгоритмін ұмытқан жоқсың ғой, солай ма? Өте жақсы. Зерттеушілік тапсырма орындап көр. Фигураларды қалай топтастыруға болатынын үлкендермен немесе мұғаліммен ақылдасып, топтастырып, мұғаліміне жолдасаң болады. Немесе комментарийге қалдырсаң болады. Сен бүгін кесінді сызуды үйрендің. Ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.